Ешкімге сенбейтін жүрек ол қандай жүрек? Сіз адамдарға сене алмасаңыз, бұл проблеманың бастауы бәлкім сіздің туған кезіңізден басталатын шығар. Мүмкін сіз анаңыз сізді босанғаннан кейін бірден екеуіңіз ажырап қалған шығарсыздар. Мысалы, ол қалай болады? Кейде бала 7 айлық болып туылуы мүмкін, немесе туылғаннан кейін бір белгілі аурулары болып, ол баланы анасынан бөлек ұстауы мүмкін. Яғни вакуумда жатуы мүмкін, немесе дәрігерлердің қарауында болуы мүмкін. Сондай себептер болып жатса, бала анасынан бірнеше күнге ажырап қалса, баланың ішкі жүрегінде адамдарға сенім жоқ деген ой қалыптасуы мүмкін. Өйткені біраз уақыт анасынан ажырап қалған балалар көбінесе статистика бойынша сондай болып келеді. Неге? Өйткені бала бүкіл әлемді өзінің анасымен бірге қабылдайды. Яғни анам тең өмір деп қабылдайды. Сол үшін де осы моментті ескергеніңіз жөн, өйткені сіздің балалық травмаңыз сол сәттерден басталады. Енді ары қарай кеттік. Балалық шағыңызда адамдарға сенбе, сен аңқаусың, сені алдап кетеді деген сияқты көптеген негативті установкалармен өссеңіз, демек сізде осы проблема бар. Мысалы, сізге айтады, сен аңқаусың, сен көп адамдарға сене берме, сені точно бір күні алдап кетеді, адамдарға сенуге болмайды, адамдар деген қулық ойлайды, қазір заман бөлек, қазір заман жаман деген сияқты көптеген негативті установкаларды сіздің бойыңызға сіңіріп өсірсе, демек сізде осы проблема сол жақтан бастау алады. Мысалы, сіз адамдарға сенбесеңіз, адамдар алдап кетеді мені, бұл не қулық ойлап тұр екен, бұл не себепті маған жақсы сөз айтып жатыр, әлде екінші, вторая выгодасы бар ма бұл адамның деген сияқты ойлар сіздің негізінде бұның бәрі бастауы балалық шақтан алады. Ал бұл нәрселер сіздің көптеген энергияңызды жейді. Бұзық, тентек болсаң, ана адамдарға бере саламыз, укол салдыртамыз десе, мысалы, егер сіз өзіңіздің ең жақын ата-анаңызға сене алмасаңыз, яғни сіз көшеде кетіп бара жатып бір ойыншық сұрайсыз, маған ананы алып берші, мынаны алып берші, мен анда апаршы деген кезде ата-анаңызға сол сөздеріңіз жақпай қалғаннан кейін, болды, тыныш жүр, әйтпесе ана врачқа бере салам, дәрігерге бере салам, полицияға бере салам, немесе анау дәу ағаға бере салам, укол салдыртам деген сияқты ата-ана сондай қорқынышты әңгімелерді айтуымен сізді сөйтіп шошытатын болса, демек сіз ата-анаңызға да сенбейсіз. Ата-анаңызға да сенбейсіз, және де көпшілік адамға да сенбейсіз. Өйткені мені қашан біреу алдап кетеді екен, маған қашан кім қастандық жасайды екен деген сияқты әр қашан қорқынышпен өмір сүретін боласыз. Егер сіз адамға сенбесеңіз, демек сіз Аллаға сенбеуіңіз деген сөз. Сіздің ішкі тірегіңіз жоқ. Ішкі тірек деген бұл адамның Аллаға деген сенімі. Адамның Аллаға деген сенімі ол ешбір сеніммен бірдей бола алмайтын сенім. Ол қалай? Егер сіз Аллаға шынайы жүрегіңізбен сенсеңіз, демек сіз білесіз, Аллах тағала сізді ешқашан жалғыз тастап кетпейді. Қандай ситуация болмасын, Аллах тағала әрқашан сізді қолдайтынын, қорғайтынын және де сол проблемадан шығаратынын сіз білуіңіз керек. Бұл сіздің ішкі тірегіңіз. Не себепті бүгінгі қоғамда суицид өте көп? Соншалықты жүректі ауыртатын жағдай соңғы осы 10 жылдықта біздің Қазақстанда қаншама суицидтер жасалған. Оны өздеріңіз статистикадан қарай аласыздар. Ол не себепті? Ол Аллаға деген сенімнің аздығынан. Көпшілік адам мойнына қарыздарды алады, кредитті алады, рассрочканы алады, соңында соны төлей алмайды, қарызға белшесінен батқаннан кейін ақшаны қайдан табамын деп сол проблеманың ішіне кіріп кетеді. Сол проблеманың ішіне кіргеннен кейін адамның ішкі тіреуі, яғни Аллаға деген сенімі, иманы болмағаннан кейін адам баласы болды, бітті, осы проблемамен қалдым, мен одан да өле салайын деп өз өмірін қия салады. Бірақ өлім, өз өзіңнің өміріңді қию, бұл ең үлкен күнә.
сол үшін де адам баласының жүрегінде Алла болса, адам баласы кез келген сынақтан өтеді, кез келген проблемадан өтеді. Бұл жерде адамның ішкі тірегі болу керек. Адамға сенбесеңіз, демек Аллаға сенбеуіңіз сіздің ішкі тірегіңіздің жоқтығы. Ары қарай кеттік. Балалық шағында ата-анадан жеткілікті түрде қолдау таппаған. Балалық шағында ата-анадан жеткілікті түрде қолдау таппаған адам ол қандай адам? Ата-анаңыз сізді жеткілікті түрде еркелетпесе, өзінің махаббатын бермесе, жылулығын бермесе, қолдауын бермесе, сіз сол сезімдерге қанып өспесеңіз, демек сіздің болашақта сынып қалуыңыз, бір проблемадан шыға алмауыңыз, жаңа бір белестерге жете алмауыңыз сол себептерден болады. Одан кейін ол нәрсе сізді самооценканың төмендігіне алып келеді. Өйткені біз балалық шағымызда бүкіл нәрді өзіміздің ата-анамыздан аламыз. Егер олар бізге сен әдемісің, сен сұлусың, сен көркемсің, сен ең керемет жаратылыссың деген сияқты сөздерге тойдырып өсірсе, демек баланың самооценкасы да дұрыс болады. Бірақ егер олай болмаса, демек самооценканың төмендігіне алып келеді. Біздің Қазақстандағы көптеген балалардың, яғни қазіргі жасөспірім, жастар, қазіргі буынның проблемасы осыда. Және де келесі проблема балалық шағында шеттетіліп өскен. Яғни сен мынаны істемей қой, сен ұстама, сен көрме, жоқ болмайды, тиіспе деген сияқты көбінесе сондай бір негативті установкалармен өсетін болса, балада сондай бір зажатость болады. Жаңа бір кәсіп бастайын десе де, жаңа бір білім алайын десе де, әрқашан қорқақтап тұрады. Әрқашан бір керемет, идеальный моментті күтеді. Бірақ бұл өмір болғаннан кейін идеальный момент ешқашан болмайды. Қалай бар, солай Аллаға тәуекел етіп бастап кету керек. Ойын ашық жеткізе алмайтын, қалауын айта алмайтын адам. Яғни сізді әрқашан ата-анаңыз басып отырса, сен осы сөйлемей қойшы, үндемей қойшы, тыныш отыршы, бүйтпеші, сөйтпеші деген сияқты әртүрлі шектеулермен өсіргеннен кейін сіз басқа ортада өзіңіздің ойыңызды ашық айта алмайтын боласыз. Өйткені олар да сіздің ойыңызды қажет етпейді деп ойлайсыз. Оларға сіздің ойыңыз қажет емес, олар сізді тыңдамайды, олар сізді елемейді. Олар жалпы сізді адам құрлы көрмейді деген сияқты установкалардан кейін сіз өзге орталарда да ашыла алмайтын боласыз. Мысалы, Мадина есім қыз делік. Осы қызды мысалға алайық. Кішкентай кезінде көптеген негативті өмірлік сценарийлермен өскен, сол сценарийлер өміріне кері әсерін тигізген. Қалай кері әсерін тигізеді келесі слайдта. Арман мақсаттарын іске асырғысы келеді, бірақ қорқады. Қолымнан келмесе ше, бәрі мені мазақтаса ше, бастап аяғына дейін жеткізе алмай қалсам қалай болады деген сияқты көптеген қорқыныштармен өседі. Неге? Өйткені балалық шағында дәл осы кезінде осындай өмірге сондай құлшынып тұрған сәтінде бір нәрсе істегісі келіп тұрған кезінде ата-анасы Мадинаны басып тастаған. Сол басып тастағаны үшін міне осылай есейген кезде ол өзінің қалауын істей алмайды, ол қорқады. Жаңа кәсіп бастағысы келеді, қорқақтайды. Жаңа бір білім алғысы келеді, бірақ қорқақтайды. Мен қолымнан келмесе қайтемін, істей алмай қалсам қайтемін, мені мазақтаса қайтемін, егер мен ешкім қолдамаса ше, бір істі бастап аяғына дейін жеткізбей қалсам, мен елдің сөзіне қаламын деген сияқты көптеген негативті өмірлік сценарийлермен өзін шектеп тастайды. Ақыры еш нәрсе істемейді. Кейін ол сол ойлардың жетегінен шыға алмай, ақыры еш нәрсе істемей, қорқыныштары оны жеңіп кетеді. Ал ол нәрсе неге апарады? Ары қарай өзге адамдардың бақытын көріп, өзімен салыстырып, жаман ойлар келе бастайды. Қандай ойлар? Анау істеп жатыр, анау табысқа жетіп жатыр, мен болсам еш нәрсе істемедім, жасым болса 30-ға келді, 40-қа келді, мен әлі күнге дейін жүрмін, бәрі табысты, бәрі бақытты, үй алып жатыр, көлік алып жатыр, а менде оның ешқайсысы жоқ. Ең ақыры
қайтадан сол балалық шағындағы ата-анасына деген өкпе-ренішін еске түсіреді. Ол нәрселер стресске алып келеді. Ал стресстен кейін бүйрек үсті безінен көп мөлшерде кортизол гормоны бөлініп, иммунитет қатты әлсіреп кетеді. Әлсіреген иммунитет білесіздер неге апарадынан? Ол денсаулықтың нашарлауына апарады, көптеген аурулардың пайда болуына алып келеді, және де онкологияға алып келеді. Осы себептен де көптеген жастар суицидті де жасап жатады. Өйткені стресс, жаман ойлар, негативті ойлар, ол соңы жаман нәрсеге апарады. Енді қараңыз, бәрін басынан бастап экологично бастауға болар еді. Кез келген ситуацияны алдын алуға болады. Мысалы, міне кішкентай Мадина. Кішкентай Мадина сынақ өсу үшін, балалық шағымыздағы сынақтар біздің болашағымыздағы ұлы істеріміз үшін дайындық деген осы қарапайым ережені түсінсе, міне мысалы, міне кішкентай Мадина, ол өсе келе осы білімді білетін болса, сынақ өсу үшін, балалық шағымыздағы сынақтар біздің болашағымыздағы ұлы істеріміз үшін дайындық деген қарапайым формуланы түсінетін болса, және де ол жүрегін кеңейту арқылы қоғамға пайдалы болса, жүрегінің кеңейту арқылы мол ризыққа кенелсе, ол әрине бақытты болады. Бірақ қыздар, бұның барлығын бір осындай видео слайдқа сыйдырып айта алмаймын. Өйткені жүрек емі ол кең ауқымды тақырып. Менің 5 модульден тұратын жүрек емі сабағым бар. Ол жүрек емі сабағында сіз өз-өзіңізді танисыз, өзіңіздің негативті өмірлік сценарийларыңызды анықтайсыз, ата-анаңызды қабылдайсыз, ата-анаңызды одан сайын жақсы көре бастайсыз. Ер адам психологиясын түсінесіз, өзіңіздің сүйікті адамыңызбен қарым-қатынасыңызды реттейсіз, ақша мәселесін реттейсіз Алла қалауымен, және де өзіңіздің өмірлік миссияңызды тану арқылы, сол миссия арқылы қоғамға көмек беру арқылы сіздер шынайы пайдалы боласыздар, Алла жолында пайдалы боласыздар. Егер сіздерге видео слайд ұнаса, өз-өзіңізді дамытқыңыз келсе, осы берілген номерге хабарласып, толыққанды сабақты ала аласыз, немесе менің инстаграм парақшама тіркеліп, сол жерден көптеген тегін білім ала аласыздар. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Нұрбиба Серікқызы.